Тігін машинасын қаншалықты жиі майлап тұру қажет? Жаңа машинаны жарты жылда бір, ал біраз жыл қолданып көп тігіп жүрген болсаңыз, 3 айда бір рет тазартып, майлап тұру керек. Ендеше бастайық. Ең бірінші тігін машинасын тоқтан ажыратамыз. Сосын бізге осындай қылқаламдар және тігін машинасына арналған май қажет. Бұл дүкенде 500-700 теңге шамасында тұрады. Астыңғы бөлікті ашып, қылқаламмен шаңнан, жіптен тазартамыз. Машинаны үстелге жатқызып, панельдің астындағы тұрып қалған жіптерді аламыз. Содан кейін маховикті бұрау арқылы әрбір айналып тұрған бөлікке бір тамшы машина майын тамызамыз. Барлық айналатын бөліктерін майлағаннан кейін астыңғы бөлікті жинаймыз. Челноктың орнына да бір тамшы май тамызамыз. Үстіңгі бөлікті бұрауыштың көмегімен ашамыз, шаңнан тазартамыз. Маховикті бұрау арқылы қозғалып тұрған барлық бөліктердің арасына бір тамшы май тамызып, маховикті айналдырып тұру арқылы майлап шығамыз. Майлықтың көмегімен артық майды сүртіп, машинаны жинаймыз. Майлағаннан кейін машинаны 12-24 сағат қолданбаймыз. Келесі қолданудың алдында тағы бір сүртіп тазалаймыз, қалдық матаға тігіп көреміз. Осындай пайдалы видеоларды жіберіп алмас үшін парақшаға бірден жазылып алыңыз. Сіздермен болған Гүлхан.